Саламатсыңдар ма балалар? Бүгін біз ұлттық құндылыққа бағытталған есептерді шығаратын боламыз. Яғни бүгінгі сабақта ұлттық құндылыққа бағытталған логикалық есептерді талдаймыз. Бірінші тапсырма: тұмарда берілген сандар белгілі бір арифметикалық заңдылықпен берілген. Сұрақ белгісінің орнына қандай сан сәйкес келетінін анықта. Яғни тұмардың үш бұрышы бар, үш бұрышына сандар қойылған, және ортасында сан тұр. Бұл сандар белгілі бір заңдылық бойынша орналасқан. Яғни 8-ді 4-ке бөліп, оны 6-ға көбейтетін болсақ, бізде 12 деген сан шығып тұр. Ал екінші тұмарда 12-ні 6-ға бөліп, 5-ке көбейтетін болсақ, 10 деген сан шығады. Үшінші тұмардағы сұрақ белгісінің орнындағы санды табу үшін 15-ті 5-ке бөліп, 9-ға көбейтеміз. 27 деген сан шығады. Демек, сұрақ белгісінің орнында 27 деген сан бар. Екінші, шаңырақта берілген сандар белгілі бір заңдылықпен орналасқан. Әріптердің орнындағы тұрған сандарды анықта. Яғни мұнда 3 шаңырақ берілген, және осы сандар белгілі бір заңдылықпен орналасқан. Үшінші тұрған шаңырақтағы әріптердің орнындағы сандарды табуымыз қажет. Ол үшін біз бірінші шаңырақта берілген сандардың заңдылығын анықтап алуымыз қажет. Яғни мұнда 7 мен 6-ның қосындысы 13-ке тең. Яғни мұнда 7, 6 деген сан тұр. Екеуін қоссақ, жоғары жағындағы 13 деген сан пайда болады. Ал осы 13-ті 2-ге көбейтсек, 26 деген төмен жағында тұрған сан пайда болды. Енді екінші шаңырақта есепке қараймыз. Сандарға мұнда 12 мен 15-ті, яғни қарама қарсы тұрған сандарды қосатын болсақ, жоғары жағындағы 27 деген сан шығып тұр. Ал енді осы 27-ні 2-ге көбейтсек, төменгі жағындағы 54 деген сан шығады. Ал енді үшінші шаңыраққа назар аударамыз. Мұнда қарама қарсы сандар А әрпімен 6. Демек, біз А әрпімен 6-ны қосамыз, және оны 2-ге көбейткенде бізде төменгі жағындағы 16 деген сан шығу қажет. Енді біз әріптердің орнындағы санды табуымыз қажет. Біз сының орнындағы санды табу үшін А және 6 санының қосындысын табуымыз қажет. Олай болса, біз А қосу 6 және оны 2-ге көбейтіп тең 16 деп алдық. Енді жақшаны ашамыз. Яғни 2А қосу 12 болады. Тең 16. 2А тең 16-дан 12-ні азайтсақ 4 болады. Ал енді А-ны табу үшін 4-ті 2-ге бөлеміз. 2 болады. Демек, А әрпінің орнында 2 деген сан бар. Ал енді әр қарай сының орнындағы санды табу үшін біз 2-ге 6-ны қоса саламыз. Сол кезде 8 болады. Ал 8-ді 2-ге көбейтсек, төменгі жағындағы 16 деген сан шығып тұр. Келесі есепке назар аударамыз. Мұнда торсықтар, бауырсақ, құрт және киіз үй берілген. Бауырсақтың орнында қандай сан бар екенін табуымыз қажет. Алдымен біз өзімізге белгілі бір өрнектерді шығарып алуымыз қажет. Мысалы, мұнда бізде киіз үй 7 мен 3-тің айырмасына 1-ді қосқандағы санға тең. 7 мен 3-тің айырмасы 4-ке тең, оған 1-ді қоссақ 5 болады. Демек, киіз үйіміз біздің 5-ке тең. Олай болса, соңғы суретке қараймыз. Киіз үйдің орнында 5 болса, құрттың орнында 4 деген сан болады. Себебі 4 пен 5-тің қосындысы 9-ға тең. Яғни біз құрттың орнындағы санды таптық. Енді екінші суретке назар аударамыз. Қандай саннан 4-ті азайтқанда 1 болады. Яғни 5 болады. 5-тен 4-ті азайтсақ 1 болады. Олай болса, торсықтың орнында 5 деген сан бар. Құрттың орнында 4 деген сан бар. 5 пен 5-тің қосындысынан 5 пен 5-тің қосындысы 10 болып тұр. Бізде бауырсақтың орнында, демек, бізде 3 деген сан бар. Себебі 10-нан біз 7-ні азайтсақ, бізде бауырсақтың орнында 3 деген сан шығады. Демек, сұрақ белгінің орнында 3 деген сан бар. Келесі тапсырмаға назар аударамыз. Экранда бесіктің суреті берілген. Бесікте берілген сандар белгілі бір заңдылықпен орналасқан. Яғни X пен Y-тің қосындысын табуымыз қажет. Ең соңғы
суретке назар аударсақ, сандардың орнында x пен y тұр. Осы сандардың қосындысын табу үшін біз бірінші бесіктегі заңдылықты табуымыз қажет. Бірінші бесіктегі заңдылыққа назар аударатын болсақ, яғни бірінші 4 деген сан тұр, одан кейін 6 деген сан тұр. Арасындағы аралық 2-ні білдіріп тұр. Яғни 4 пен 2-нің қосындысы 6-ға тең. Ал енді 6 мен 9-ның арасында 3 саны бар, яғни 3 аралық бар. Олай болса 6 мен 3-тің қосындысы 9-ға тең. Ары қарай 9-ға 5-ті қоссақ 14 деген сан шығады. Ары қарай 14-ке 7-ні қоссақ 21 деген сан шығады. Демек бізде заңдылықты анықтадық. Бізде 2, 3, 5, 7 деген сандарды пайдалану арқылы екінші тұрған бесіктегі белгілі бір заңдылықты анықтаймыз, яғни осы сандар арқылы. Ал мысалға екінші бесікте -5 тұр. Демек, мұнда айтып жатыр 5-тен 2-ні азайтасың деген сөз. Яғни 5-тен 2-ні азайтсақ 3, ал 3-тен 3-ті азайтсақ 0, әрі қарай 0-ге 5-ті қоссақ 5, 5-ке 7-ні қоссақ 12 деген сан шығып тұр. Демек, мұнда да біз 2, 3, 5, 7 деген сандарды қолдандық. Ал енді үшінші бесікке назар аударамыз. Мұнда да дәл осы сандарды қолданамыз. 8 мен 2-нің қосындысы 10, 10 мен 3-тің қосындысы 13, 13 пен 5-тің қосындысы 18, 18, 18 пен 7-нің қосындысы 25. Олай болса бізде x-тің орнында 18, y-тің орнында 25 деген сан тұр. Ал енді екеуінің қосындысын табу үшін 18-ге 25-ті қосамыз, 43 деген сан шығады. Ал енді балалар, келесі есепке назар аударамыз. Экрандағы суреттегі бір сәукеленің салмағының неше килограмм екенін анықтауымыз қажет. Мұнда екі сәукеле тақия және не берілген? Бешпет берілген. Яғни осының қосындысы, төртеуінің қосындысы 20 килограммға тең. Екіншісі сәукеле және яғни қыздардың бас киімі және екі тақиямен бешпет берілген, бұл 17 килограммға тең. Келесі сәукеле, тақия және екі бешпеттің қосындысы 15 килограммға тең. Ал енді бізде бір сәукеленің салмағын табуымыз қажет. Олай болса, біз барлық сандарды қосып шығуымыз қажет. Яғни 20 килограммға 17, оған 15 килограммды қосқанда барлығы 52 килограмм болады. Ал енді бұл жерде бізде сәукеле 4-еу, тақия 4-еу және бешпет 4-еу болып тұр. Олай болса, біз 52-ні 4-ке бөлеміз. 13 килограмм. Бұл 13 килограмм деген сөз бір сәукеле, бір тақия және бір бешпеттің салмағы болып тұр. Үшеуінің салмағы 13 килограмм болып тұр. Ал енді бірінші суретке назар аударсақ, бізде бір сәукеле, бір тақия, бір бешпетіміз 13 килограмм болса, мына екінші тұрған сәукелені, яғни бірінші тұрған, ең басында тұрған сәукелені біз x деп аламыз. Сонда x-ға 13-ті қосқанда тең 20 болса, x тең 20-дан 13-ті азайтсақ, бізде 7 болады. Демек, бір сәукеленің салмағы 7 килограммға тең. Ал енді тексеріп көрейік. 7-ге 7-ні, оған 4 пен 2-ні қосқанда 20 килограмм. 7-ге қосамыз 4 пен 4-ті және 2-ні қосқанда 17 килограмм. Ең соңғысы 7-ге 4-ті, оған 2 мен 2-нің қосындысын қосқанда 15 килограмм. Демек, бізде бір сәукеле 7 килограмм, тақия 4 килограмм, ал бешпет бізде 2 килограмм болып тұр. Балалар, бүгінгі сабақ сендерге түсінікті деп ойлаймын. Сау болыңдар.